естіп отырып қой, жақсы істер істеп жатсыңдар. Әрқашан жоғарыдан көрініп осы жұмысыңдарға жалғастыра бер. Оған барыңыз куәсіздер. Ісіміз оңға болсын, құтты болсын, қайырлы болсын. Сөйлеу сөздің кезегі біздің облыстық мешіттің имамы, ұстаз Ақчанға. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарам мұсылман жамағат. Енді мынау мешітке, сіздердің мешіттеріңізге қабыл алыңыз, сағат сыйлық. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Құран-ы Карим. Енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қасында құрылған зекет және қайырымдылық қоры деген бар. Сол қордың несі бойынша атқарып жатқан жұмысы Қазақстанның түкпір-түкпірінде ел үлесті пәтерге жобасы бойынша үйлер беріліп жатыр. Міне мынау сіздердің мешітке құрметті үй. Батасы құл жарымас дейді. Бұған дейін Қостомар ауылында ана қос пәтерлі үйдің бір жағында шағын намазхан болғанын біз білеміз. Сол кезден бастап осы ауыл тұрғындарының молда болғанда өздеріңіз жақсы білесіздер. Ендеше осы бүгінгі қуанышты сәтте бисмилля деп сол аузу дуалы ақсақал батасын берсе. Al bismillah. Allahu Ekber.